Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Елдегі ең белсенді партиялардың бірі Демократиялық партия. Оны бастап жүргендердің бірі Жанболат Мамай мырза. Дегенмен қаңтар оқиғасынан кейін Жанболат Мамай қамауға алынған болатын. Оның жары Инга Иманбай күйеуінің ісінде қорғаушы мәртебесінен айырылып жатыр. Бұл туралы Инга Иманбайдың өзі былай деп жазба қалдырды. Жанболатқа қауіп төніп тұр. Бүгін мені оған кіргізбеді. Енді мүлде кіргізбейміз, көрсетпейміз дейді. Алматы қаласы прокуратурасы мені Жанболаттың қорғаушысы статусынан айыратын қаулы шығарып түрмеге өткізіпті. Сылтаулары 4 қаңтар күні Жанболатпен бірге митингке шыққан мен іс бойынша куәгер екенмін. Заңды күйеуіме қарсы куәлік етуге мәжбүрлемек болғандары рас, бірақ мен Жанболатқа қарсы куәлік беруден бас тартқанмын. Іс бойынша жақын туысыма куәгер болмау менің заңды құқығым. Енді жарымды заңсыз шаламен түрмеге қамағандары аздай, өзімді ұрып соғып қанағандар аздай. Менің заңды құқығымды осылай аяқ асты ету керек бе? Бұл не деген сұмдық дейді Инга Иманбай ханым. Алматы прокуратурасы оған Жанболаттың ісі бойынша куәгер екенін алға тартып, бейсенбі күні күйеуіне кіргізбеген еді. Қалай ойлайсыз, Жанболат Мамай мырза, бұл соттан ақталып шыға ала ма? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.